Тұрар Рысқұлов атындағы орта мектебі қашықтықтан оқыту іс тәжірибесін ұсынады. Әлемдегі коронавирустық инфекциясының таралуына байланысты еліміздің білім беру жүйесі тұңғыш рет қашықтықтан оқыту жүйесіне 4 тоқсаннан бастап көшті. Сын сағатта қашықтықтан оқыту туралы шешімді Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов дер кезінде қолға алып, ұстаздар қауымына үлкен сенім білдірді. Мектебіміздің директоры Сакалова Майнура Төлегенна, мұғалімдер мен ата-аналарға арналған қашықтықтан оқыту жүйесі мен коронавирустық инфекциядан алдын алу шаралары бойынша Zoom платформасында конференциялар өткізіп, түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Сонымен бірге сынып сағаттары мен сынама сабақтары жүргізілді. Сынама сабақтарды өткізудегі мақсат білім алушылардың қашықтықтан оқыту жүйесіне дайындық деңгейлерін көріп, ақпараттық сауаттылықтарын жетілдіру болды. Мектеп мұғалімдері қашықтықтан білім беруде жаңа форматта ұйымдастыра отырып, осы салада жұмыс істейтін Білімленд, Дарын онлайн, күнделік ГЗ білім беру платформаларын, Google Classroom, ClassTime, Google Форма, веб-сервистер мен Балапан, Еларна сияқты телеарналар арқылы кестеге сай бейне сабақтарын пайдаланып, WhatsApp, Telegram мессенджерлері және күнделік ГЗ электронды журнал арқылы оқушылардың жұмыстарына дер кезінде кері байланыс беріп, қалыптастырушы бағалауды жүзеге асырып отыруда. Қазіргі уақытта қашықтықтан оқыту жобасы арқылы мектебіміздің барлық мұғалімдері тәжірибе жинақтап төселікте қалды. Good afternoon, everyone. How are you? Let's start our lesson. First, please watch the video. Hello, dear children. How are you? Are you ready for our lesson? If you're ready, let's start our lesson. First, watch the video, please. How to make arrangements. Қалай біз келісім жасаймыз? Спорттық шараларға бар. Бірақ та бүгінгі тақырыбымыздың ерекшелігі біз келісімді тек спорттық шараларға ғана байланысты жасаймыз. Мысалға, матчқа, футбол матчын көруге, тамашалауға достарымыз ұсыныс жасаған кезде қалай келісім жасаймыз? Бірінші әрине сұрақ қоямыз. Are you free next Saturday? Сен сенбі күні болсын. Мәтінмен жұмыс жасап болғаннан кейін мәтін бойынша атқарылатын барлық жұмыстарды ClassTime платформасында жүргізген өте ыңғайлы. Бұл бүгінгі София есімді робот тақырыбында оқушылар ClassTime'да орындаған тапсырмалары нәтижесі тұр. Мынау жасыл белгімен белгіленген белгілер, бұлар оқушылардың дұрыс жауаптары. Қызыл белгілер, бұлар оқушылардың қателескендері, және мен оқушылардың жасаған жұмыстарын әлі Қазіргі жағдайда қашықтан оқыту оқушылар мен мұғалімдер денсаулығының кепілі. Біз күнделікті Білімленд платформасы арқылы білім аламыз. iTest, UBT Test Center, ClassTime сайттарынан тест жазып дайындаламыз. Себебі олар ыңғайлы, қолжетімді әрі интернет арқылы жылдам кіруге болады. Күнделікті бізге қашықтан оқыту бойынша білім беріп жүрген ұстаздарға мың алғыс. Сонымен қатар, біздің мектебіміздің мұғалімдері мен оқушылары республикалық қашықтықтан оқыту олимпиадаларында белсенді қатысып, жүлделі орындар иеленуде. Енді біз біргеміз, берік іргеміз. Еңбектің биік шыңына шығамыз сүрінбей бірге біз.